Қайырлы кеш, құрметті көрермен, өнер сүйер қауым. Ұлттық бидің жаршысына айналған еліміздің мақтанышы. Астана қаласы әкімдігінің Наз мемлекеттік би театрының 25 жылдық мерейтойына қош келдіңіздер. Театрымыздың тарих беттеріне үңілсек, 1999 жылы филармония жанынан 4-5 қыздан шығатын ансамбль ретінде құрылған Наз би театры бүгінде 109 қызметкері бар үлкен өнер ордасына айналды. 25 жыл ширек ғасырлық еңбек пен табыстың, шығармашылық жолдың көрінісі. Осы жылдар ішінде театр ұжымы тек танымалдылыққа ғана ие болып қана қоймай, көрермендерін ыстық ықыласына бөленіп, елордамыздың мәдени, рухани дамуына үлесін қосып келе жатқан бірегей театрлардың бірі. Өз елімізде ғана емес, шет мемлекеттерге қазақ деген 1000 жылдық тарихы бар ел болғанын, көне өркениеті мен мәдениеті болғанын хореография тілінен жеткізіп жүрген біздің кәсіби ұжым деп айта аламыз. Осы жылдар ішінде репертуарының алуандылығымен көрерменін таң қалдырып, 200-ден астам би мен хореографиялық қойылымдарды тарту етті. Бүгінгі мерейтой құтты болсын! Ендеше, құрметті көрермен, құттықтау сөз Астана қаласы мәдениет басқармасының басшысы Мейірманқұлов Жаңабай Бердіқұлұлына. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Мәдениет комитетінің басқарма басшысы Оңаева Рига Талғатқызына. Және Түрксой халықаралық ұйымының өкілі Құрманалиев Кәрімбек Арыстанбекұлына. Сондай-ақ Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген әртісі, Қазақстанның халық әртісі Талпақова Гүлжан Ізім қызына сөз кезегін ұсынамыз. Қарсы алыңыздар. Құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Ардақты өнер сүйер қауым, өнер қалыптықы деп жатады қазағым. Мынау бүгін ұлттық би өнерін биікке көтеріп, абыройын аттырып, беделін көтерген би театрының мерейтойына қош келдіңіздер. Осылай бара кенжелеп қалған, қазір айқай шуға басым, ордажық музыканттар, музыкалар қаптап кеткен кезде, өзіміздің сап өнеріміз, би өнерінің осындай биікке шыққаны бәріміз үшін ортақ қуаныш. Мен енді мынау халықаралық Түрксой ұйымы бар, мәдениет пен өнерді қолдайтын, оның бас хатшысы Сұлтан Раев Сұлу Анкарадан осы жерде Қазақстан бойынша кеңесшісі ретінде маған осы еңбекті бағалап Түрксой халықаралық ұйымның атынан марапаттар тапсыруды міндеттеген еді. Қазір 2 бөлімнен тұрады. Осы жерде сіздердің уақыттарыңызды алмау үшін театрымыздың өнерін тамашалап алғаннан кейін соңынан 2-ші бөлімде барлық өнер қайраткерлеріне арнайы сый-сияпаттар тапсырылатын болады. Алма 1-ші бөлімде осы би өнерін, ұлттық би өнеріне қосқан үлес үшін Түрксой халықаралық медалімен Қадиша Ағымбаева қанымды құттықтауға рұқсат етіңіздер. Қадиша ханым қайда екен? Құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Наз мемлекеттік би театрының көркемдік жетекшісі. Шын жүректен құттықтаймыз. Кәрімбек мырза, өзіңізге де зор алғысымызды білдіреміз. Құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Марапат құтты болсын ағайындар. Армысыздар, ардақты астаналықтар, құрметті қала қонақтары, аяулы өнерсүйер қауым. Бүгін Наз театрының 25 жылдық мерейтойы бұл театрдың ғана емес, бүкіл қазақ би өнерінің тойы деп білемін. Жалпы бұл театр маған өте ыстық.
Өйткені сонау 25 жыл бұрын осы театрдың тәй-тәйіп қадам басып пайда болуы, ол театрдың қалыптасуы, оның алғашқы құрамы, репертуарының қалыптасуы, осы тұста мен олардың жанында болдым деп айтсам болады. Өйткені мен ол жылдары сол Астана қаласының мәдениет басқармасында жұмыс істейтін едім. Сондықтан да бұл театрдың жалпы алғашқы қалыптасу тарихы дәл қазір менің көз алдымнан киноның ленталарында өтіп жатыр. Сол театрдың басшылығы бүгінгі жаңағы Хадиша мен Еркебұлан Ағымбаевтар аса зор аянбай еңбек етіп тер төкті. Жалпы би өнерінің қалыптасуына, сол жылдардағы Астана қаласының мәдениетінің асқақтауы жолында орасан зор еңбек етті. Міне соның нәтижесі бүгінде өзге де дамыған мемлекеттермен тереземіз теңесіп, осындай абыройлы, асқақ, мәдениетті мемлекетке айналып отырмыз. Олай болса көп сөйлеп созбай, әдеппен озбай, Аида Ғалымқызының құттықтау хатын оқуға рұқсат етіңіздер. Құрметті Наз мемлекеттік би театрының ұжымы, сіздерді театрдың 25 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздер көп жылдан бері отандық би өнерінің дәстүрін нығайтуға зор үлес қосып, ұлттық би өнерін жандандыру жолында еселі еңбек етіп келесіздер. Іргелі өнер ордасына айналған театрдың қойылымдары жоғары орындаушылық шебермен ерекшеленеді. Ал классикалық және заманауи би өнерін көпке дәріптейтін концерттік бағдарламалар көрермен көңілінен шығып жүр. Алдағы уақытта да ұлттық би өнерін төрге шығарып, келер ұрпаққа аманат ету жолында жемісті жұмыс істей берулеріңізге тілектеспін. Осы орайда театрдың өсуі мен ілгерілеуі жолында еңбек етіп жатқан барша ұжымға шығармашылық табыс пен жаңа жетістіктер тілеймін. Бекзада өнерге қызмет етуде қанаттарыңыз талмай, шабыттарыңыз арта берсін. Құрметпен Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева. Добрый день, мои дорогие коллеги. Я в прошлом артистка балета. И уже с высоты своих 80 лет, наверное, я очень больно и очень радостно смотрю на это все. Мое начало когда-то, это было совсем не то, что сейчас у нас в Казахстане. Это прекрасная академия, которую построил нам Нурсултан Абишевич Назарбаев. Я низко преклоняюсь перед моим президентом, который построил мне роскошную Казахскую государственную академию хореографии. И сегодня в этом зале присутствуют все педагоги. В свое время, побывав в 52 странах мира во время Советского Союза, СССР, до 60-е, 70-е, 80-е годы, я представляла только танцы, наши казахские танцы народов мира. Я представляла Среднюю Азию. И сегодня 25 лет театру НАЗ. Казалось бы, это очень мало, но 25 лет – это уже много. В 17-20 лет мы, артисты, выходим на пенсию. И сегодня я хотела бы пожелать этому театру больших творческих успехов, чтобы он не останавливался на наших казахских эпосах. Возможно, завтра будет и Козы-Корпеш Баян Сұлу, Кыжбек, Лейли Меджун. А почему бы не поставить Ромео и Джульетта, Бахчисарайский фонтан, вот именно в народном направлении. Творческих больших успехов и самое главное, крепкого здоровья вам. Спасибо большое. Армысыздар жиналған қауым. Алдыменен барлықтарыңызды НАЗ театрының 25 жылдығымен құттықтаймын. Олай болатын болса, қала әкімінің алғыс хатын оқып беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті НАЗ мемлекеттік театрының ұжымы, сіздерді 25 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймын.
Наз мемлекеттік би театры Қазақстандағы бірегей кәсіби театр. Өнер жолында үлкен белестерді бағындырып, халқымыздың би өнерін дәріптеу, ұрпаққа мол рухани азық беріп келе жатқан өнер ордасы. Сіздерді ұлттық өнерімізді насихаттау арқылы еліміздің мәдени құндылықтарын сақтап, ұлттық мұрамызды байытып, көркемдік тұрғыдан дамытып келесіздер. Көп салалы ұлттық өнеріміздің бір саласы театр өнері. Еліміздің өркениеті мен мәдениетін би тілімен жеткізіп жүрген ұжымның алар орны ерекше. Сіздердің әрбір қадамдарыңыз би өнері жаңа деңгейге көтеріп, ел руханиятын байта түсуде. Сіздерге сарқылмас шығармашылық шабыт пен жаңа жетістіктер тілеймін. Театрдың келешегі жарқын болып, би өнеріндегі таланты мен халқымыздың мақтанышына айнала бергейсіздер. Ізгі ниетпен Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек. Барлықтарыңызға бүгінгі құттықтаймын. Олай болатын болса, Наз театрының өнерлерін тамашалауға шақырамын. Құрметті Жаңабай Бердіғұлы, алғыс білдіреміз. Ханымдар мен мырзалар, сіздерге Ақжарма тілектеріңізге мың алғыс білдіреміз. Үлкен рахмет сый-сияпаттарыңызға. Құрмет қошеметтеріңіз болсын. Алғыс хаттарыңызға мың алғыс. Өздеріңіздің. Құрметті ханымдар мен мырзалар, енді кезекте бүгінгі өтіп жатқан мерейтойлық кешіміздің негізгі бөліміне көшуге рұқсат етіңіздер. Мерейтойға арналған Алдаркөсе хореографиялық қойылымның тұсаукесерін олай болса дәл қазір осы сахнада бірге тамашалайық.
Алдарыңызда өнер көрсеткен Астана қаласы әкімдігінің Наз мемлекеттік би театры. Кейіпкерлер мен орындаушылар: Зұлым перлері Данара Нұрғалиева, Карина Рипкина, Рия Дәулет, Нұрлай Ғайнолла, Назира Ташмағамбетова, Айару Сайып Назар, Рима Пашан. Көпшілік сахнадағы ауыл тұрғындары, Наз мемлекеттік би театрының балет артистері. Басты рөлдерде байдың шабарманы Бейбарыс Ғазизов, бай рөлінде Марғұлан Жеңісов, бәйбіше Гүлдана Кадерова, Елентай рөлінде Омар Мұхамметалиев, Айсұлу рөлінде Адель Нұрғияс, Алдар Көсе рөлінде Санат Қалымбетов, қойылымның композиторы Алмабек Мейірбеков, либретто авторы Нұрлан Сегізбаев, костюм дизайнері Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Ақбота Жолдасбек, сценограф Арна Алпысбаева, музыкамен сүйемелдеген Астана эстрадалық симфониялық оркестрі. Оркестрдің көркемдік жетекшісі мәдениет саласының үздігі Ержан Исин, музыканы өңдеуші және дирижер мәдениет саласының үздігі Қасым Фархат, қойышы балетмейстерлар Уалитбек Сиязбек және Амина Самарбаева. Хореограф репетиторлар Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Алия Атымтаева, мәдениет саласының үздігі Мейрамгүл Айтмағамбетова, мәдениет саласының үздігі Сагит Түзбаев, театрымыздың көркемдік жетекшісі, бас балетмейстері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қадиша Ағымбаева, директор орынбасары, мәдениет саласының үздігі Дәмет Серікбаева. Құрмет қошеметтеріңіз болсын. Спектакліміздің жетекшісі және театрымыздың директоры, мәдениет қайраткері Еркебұлан Ағымбаев. Алдарыңызда өнер көрсеткен Наз мемлекеттік би театры. Құрмет қошеметтеріңіз болсын.
Дәл осы орайда ақпараттық қолдаушыларымызға ерекше алғысымызды білдіргіміз келеді. Қазақстан ұлттық телеарнасы, Абай ТВ телеарнасы, Хабар телеарнасы, Мәдениет және ақпарат министрлігіне, Астана қаласы әкімдігіне, Мәдениет басқармасына, Қазақстан Республикасының ұлттық музейіне, Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясына, Астана қаласының жастар сарайына, Қазақ радиосы, Егемен Қазақстан газеті, Астана ақшамы газеті, Эйвен компаниясына, Фото Decision Ас фото студиясына, Спорт пресс сайты, Байрақ Кезет сайты, балетограф ұжымына шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің ықылас гүлі. Астана қаласы әкімдігінің атынан ықылас гүлі. Астана балет театры әкімшілігінің атынан ықылас гүлі. Қазақ ұлттық хореография академиясының атынан ықылас гүлі. Түрксой халықаралық ұйымының атынан ықылас гүлі. Роза Бағланова атындағы мемлекеттік академиялық концерттік ұйымының гүлдер ансамблінің атынан ықылас гүлі. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Астана қаласы әкімдігінің Наз мемлекеттік би театрының 25 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.